Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, сіздермен жас ағартушы, мен Сфабек Ернар Маратбекұлы. Құрметті достар, құрметті менің сүйікті көрермендерім, бүгінгі видео сабақты соңына дейін көріңіздер. Бүгінгі видео сабақта мен сіздерді бай қылуға көмектесетін, сіздердің былайша айтқанда халыққа пайдалы адам болуларыңызға себептесетін керемет бір біліммен бөлісетін боламын. Жалпы бүгінгі видео сабақтың тақырыбы бұл активтің 4 түрі деп аталады, және актив-пассив дегендердің не екендігін, және олардың адамның бай болуында немесе кедей болуында қандай рөл ойнайтындығын тағы да бір айтып, сіздермен тамаша білімдерді бөлісетін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар, ендеше бастаймыз. Жалпы мен алдыңғы сабақтардың бірінде, құрметті менің көрермендерім, актив және пассив дегеннің айырмашылығын айтып көрсеткен болатынмын. Ол қателеспесем шамамен қаржылық сауаттылығының 2-ші немесе 3-ші сабақтарында болған болу керек. Бүгін енді сол актив-пассивтің айырмашылығымен қатар активтің негізгі 4 түрін сіздерге көрсететін боламын, және қалай байлар одан сайын бай бола түседі, ал кедейлер неге кедей бола береді, осы сұрақтардың жауабын тағы да тереңірек түсінетін боласыздар. Жалпы актив дегеніміз, бұл сол сабақты көрген болсаңыздар білулеріңіз керек, ол адамның қалтасына ақша салатын, былайша айтқанда нәрсе. Оны физикалық зат ретінде қарасақ та болады, немесе кәдімгі былай айтқанда теориялық тұрғыда да қарауымызға болады. Бір сөзбен айтқанда актив ол сіздің қаржыны, ақшаны қалтаңызға әкелетін жүйе. Ал пассив дегеніміз ол сіздің қалтаңыздағы ақшаны шығаратын жүйе. Енді бұл екеуінің айырмашылығын білу өте маңызды, өйткені байлар бай болу үшін тек қана активтер сатып алады. Және ақшаларын жұмсаған кезде де олар активке жұмсайды. Ал кедейлердің басты айырмашылығы, немесе орта тап өкілдерінің басты айырмашылығы, адамдар бізде қаржысын жұмсаған кезде пассивті сатып алады, және де сатып алған кезде тағы да сол пассивті сатып алып, активке мүлде қаржысын жұмсамайды. Мәселен, қарапайым мысал ретінде айтатын болсақ, бір мұғалім немесе дәрігер адам жалақы алады, 200 мың, 300 мың алуы мүмкін, ол ақшасын алады да не істейді? Айына бір әйел адам болса, mesela шуба алады. Ер адам болатын болса, ол өзінің үйіне деп бір былайша айтқанда теледидар алуы мүмкін. Теледидар, немесе шуба, киім, тағы басқа осындай заттар, әшекей бұйымдар, бұлардың барлығы да пассив. Мәселен, ер адамдар қымбат сағат алуы мүмкін, әйел адамдар үйлеріне жаңалап перде алуы мүмкін. Міне осының барлығы пассив. Яғни ол жұмсалған қаржы қайттан оған еселеніп қайтпайды. Енді пердеге ақша салғаннан кейін перде оған ақша келмейді ғой. Ер адам мәселен сағат алатын болса, ол да оған ақша келмейді. Бұндай жағдайда ол пассив болып тұр. Ал енді актив дегеніміз, ол сіз ақша салдыңыз ба, ол сізге ақшаны еселеп қайтаратын нәрсе. Егер сіздердің ойларыңызда осы психология қалыптасатын болса, құрметті менің көрермендерім, яғни сіздер тек қана актив сатып алып үйренетін болсаңыздар, пассивті алмасаңыздар, онда сіздер бай боласыздар. Ал бай болған кезде, сол кезде ғана жаңағыдай қымбат көлік болсын, үй болсын, сағат болсын, тағы басқа киімдерді алуға болады. Бірақ бастапқы кезде қаржыңыз жақсы, былайша айтқанда берекелі болып, көбейгенге дейін тек қана актив сатып алу керек. Ендеше мен сіздермен қазір активтің негізгі 4 түрін бөлісейін. Активтің негізгі 4 түрі бар, және 4 түрінің ең біріншісі бұл бізде бизнес. Бизнес бұл активтің ең бірінші тұратыны және ең маңыздысы деп айтуымызға болады. Мен алдағы уақытта сол қазір айтатын 4 активті жеке-жеке талдап, сіздерге олардың артықшылықтарын, кемшіліктерін барлығын жеке-жеке түсіндіремін. Ал қазір жалпылама шолу жасаймыз. Бірінші активтің түрі бұл бизнес. Әлемдегі ең бай адамдар Джефф Безос, Илон Маск, былайша айтқанда Марк Цукерберг, Уоррен Баффет, Билл Гейтс, Қазақстандағы байлар болсын, қандай бай адам болмасын, олар осы бизнестің көмегімен байғандар. Яғни өте мықты бизнес жасайды, сол бизнесті жүйелейді, және олардың компаниясы миллиард долларлар, миллион долларлар тұрады, және миллион теңгелер тұруы мүмкін. Былайша айтқанда осы бизнестің арқасында олар байиды. Сондықтан бұл нөмір бірінші актив. Енді нөмір екінші актив бізде бұл жылжымайтын мүлік, немесе орысша недвижимость. Мен недвижимость деп жаза берейін, қазақшасы бұның жылжымайтын мүлік. Енді жылжымайтын мүлік, недвижимость, бұл активтің өте тұрақты түрі. Мына екеуінің айырмашылығын айтатын болсақ, мәселен бизнес бұл көбінесе тұрақсыз.
Ол болуы мүмкін, егер біліммен бірге бір тәжірибемен жасайтын болсаңыз, немесе банкрот болмай да қалуы мүмкін. Бұл жерде мынадай бір заңдылық бар. Әлемде басталатын бизнестердің 10-нан 9-ы алғашқы 5 жылдықта күйрейді бизнестің. Қалған 10% болатын болса, соның тағы да 90%-ы былайша айтқанда кейінгі 5 жылдықта күйрейді. Сонда жалпы алғанда 10 жылдықта 99% бизнес күйрейді да 1% ғана қалады. Бірақ сол 1% қалған бизнес ол өздерінің иелерін үлкен байлыққа жеткізеді, яғни миллиардер болуы мүмкін, миллионер болуы мүмкін, тағы сол сияқты. Сол себепті бизнестің артықшылығы мен кемшілігі осындай, ал недвижимость бұл тұрақты. Тұрақты ол ешқандай бұда банкрот болу деген жоқ, бірақ бұда да өзінің тәуекелдері бар. Яғни қандай да бір жылжымайтын мүлік алатын кезде оның жақсы жерде орналасуына, ол жерде кейін халық орналасатынына осыларға мән беру керек. Дегенмен бұны сатып алу, бұған ақша салу бизнеске қарағанда қиынырақ, өйткені кез келген жылжымайтын мүлік өте қымбат тұрады. Енді үшінші активтің түрі бұл бізде акция. Акция деген нәрсе бұл құнды қағаз. Көп жағдайда акцияны үлеспен шатастырып жатады. Мен өзімде шатастырғанмын. Негізі акция мен үлестің айырмашылығы бар. Акция бұл құнды қағаз. Ал үлес бұл доля, орысша айтқан кезде. Үлес белгілі бір компанияның 33%-ын алуыңыз мүмкін. Акция бұл дәл сол үлесті қағаз формасында аласыздар. Яғни бұл құжат акция деген. Негізі екеуі бір нәрсе, бірақ айырмашылығы бар. Енді бұл акцияның мына екеуіне қарағанда артықшылығы мен айырмашылығы неде? Акцияны сатып алу үшін сіздерде міндетті түрде мынада тәжірибе болуларыңыз керек. Өйткені акция бұл бизнестің былайша айтқанда бір бөлігі, құнды қағазы. Сол себепті сіз егер бизнесті жасай алсаңыз, бизнесті түсінсеңіз, бизнестің формасын түсінсеңіз, оның жүйесін білсеңіз, онда сіз акцияны сатып ала аласыз. Және де төртінші бізде активтің түрі ол шикізат. Шикізаттық ресурстар немесе. Шикізаттық ресурстар. Шикізаттық ресурстар. Енді мынадай бір былайша айтқанда тенденция бар. Бұл төрт актив бір-біріне өте тығыз байланысты. Және де сіздер мен алдында көрсеткен ақша ағымының квадрантынан R және менде тағы да көрсете кетейін сіздерге. Мына жерде мәселен Ж, бұл жалдамалы жұмысшы. Мына жерде өз-өзіне жасайтын жұмысшы. Мына жерде Б, бизнес иесі, және мына жерде И, инвестор. Енді сіздер мәселен мына жалдамалы жұмысшы болып жүрсеңіздер, немесе өз-өзіне жұмыс жасап жүрген болсаңыздар, онда сіздерге мына Б мен И-ге өту керек. Бизнесмен немесе инвестор болу үшін осы төрт активті жақсы білулеріңіз керек. Бизнесмен болсаңыздар, сіздер бизнес жасайсыздар, және сіздердің бизнестеріңіз міндетті түрде қандай да бір недвижимостьта, яғни жылжымайтын мүлікте орналасады, және сіздердің бизнестеріңіздің акциясы болады, үлесі болады, сонымен қатар сіздердің бизнестеріңізде шикізаттық ресурстар болады. Яғни осы мына квадрант денежного потока, ақша ағымының квадрантындағы адамдар мынаның бәрін білуі керек. Білсе ғана олар жақсы табыс тауып, яғни жоғары көтеріле алады. Енді көп деген адамдар бай болғысы келеді, көп ақша тапқысы келеді, иә? Бірақ сіздер егер мына екі квадрантты зерттемесеңіздер, және мына төрт активті үйренбесеңіздер, онда сіздерде бай болу мүмкіншілігі мүлде болмайды. Өйткені бүкіл әлемнің жүйесі дәл осы төрт активке негізделген. Бүкіл әлемнің жүйесі болғанда, әлбетте ол экономикалық жүйе. Ал шын мәнісіндегі жүйе ол Аллах тағаланың жүйесі, ол яғни ғаламдық жүйе болып табылады. Экономикалық жүйеде ақшаға байланысты айтатын болсақ, қаржы табу үшін бизнесмен болу керексіз, одан соң инвестор болу керексіз. Және де осы төрт активті білу керексіз, және сол төрт активке ақшаны салып, және одан ақшаны табуды үйренуіңіз керек. Енді бизнесмен болсаңыз, сіз мына бизнестердің сұранысқа ие бизнестерін таңдап аласыз, халыққа қажеттісін, халыққа пайдалысын таңдап аласыз. Әлбетте, Аллах тағаланың тура жолмен бизнес жасау өте маңызды. Өйткені темекі сатып баюға да болады, арақ сатып баюға да болады, басқа адамдарды былайша айтқанда казино арқылы, құмар ойындар арқылы, жаңағыдай PlayStation клуб ашып осындай адамның уақытын ұрлайтын дүниелермен бизнес жасап баюға да болады, бірақ ол былайша айтқанда кері жол, ол харам жол. Мен оған ешқандай кеңес бермеймін мұсылман ретінде, тек қана адал, халал бизнестерді жасау қажет.
Және де жылжымайтын мүлікке қаржы салып үйрену керек, бұны зерттеу керек, қалай сатып алу керек, қалай сделкалар жасау керек. Және сонымен қатар акция сатып алуды да үйрену керек. Мен бұрындар акция сатып алу өте қиын деп ойлайтынмын, бірақ қазіргі таңда ақпараттық технологиялардың, яғни IT индустрияның дамуымен акцияларды Facebook, Amazon, Tesla секілді алпауыт американдық әлемдік корпорациялардың акциясын сатып алуда қазіргі таңда аса қатты проблема емес. Және де шикізаттық ресурстар. Енді мен бұлардың әрқайсысына жеке-жеке алдағы видеоларында тоқталатын боламын. Сол себепті менің келесі видеоларымды міндетті түрде қараңыздар, күтіңіздер. Және бүгін осы 4 активтің түрімен таныстырдым. Енді осы 4 активтің түрімен сіздер одан сайын зерттеңіздер, менің видеоларымды қарап отырыңыздар. Және бүгінгі видео сабақ сіздерге ұнаған болса, видеоға міндетті түрде астына лайк басыңыздар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді жазыңыздар, қолдап кетіңіздер, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Сонымен қатар ең бастысы видео қоңырау шарбасты YouTube арнаға тіркеліңіздер, және де білім бөліскен сайын көбейеді, білімді өздеріңіздің достарыңызбен, жанашыр жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Былайша айтқанда менің миссиям білім ал бәрін біліп ал, білгеніңмен бөліс, биіктерді бірге бағындар. Білімді бөлісіп, биіктерді бірге бағындыру үшін сіздермен бөлісіп жатырмын. Сол себепті сіздер де менің видеоларымды бөлісе отырыңыздар. Білім алып, бірге Қазақстанды көтерейік, бай болайық, және де бай болған кезде иншалла қаржымызды Аллах тағаланың тура жолында жұмсап, Аллах тағаланың одан сайын берекесіне кенеле берейік. Шын мұсылман ол садақа беретін мұсылман. Мен бұлардың барлығын үйретіп жатқан себебім, түптің түбінде сіздер бай болсаңыздар, одан барлығын ұстамыз, және ең бастысы мұқтаж жандарға былайша айтқанда садақа беріп, ислам жолында қызмет етейік. Сол себепті мен сіздермен осы білімнің бәрін бөлісіп жатырмын. Иншалла Аллах тағаланың тура жолында қаржысын жұмсайтын қайырлы қазақтың байлары осы видеоның арқасында пайда болсын деп үміт етемін. Сіздермен келесі видеода кездескенше, сіздермен бірге болған жас ағартушы мен Сфабек Ернар Маратбекұлы. Келесі видеода кездескенше.